Құрметті әріптестер, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні қазақ елінің тарихына алтын әріппен жазылған мереке. Биыл тұңғыш президенті күні тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына сәйкес келіп отыр. Еліміздің тәуелсіздікке жетуі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атымен тығыз байланысты. Бүгінгі күні Қазақстан әлемге танымал мемлекет. Халықтың саны 19 миллионға жетті. Еліміз 50 дамыған мемлекеттің қатарына кірді. Азаматтарға жан-жақты жағдай жасалды. Олардың құқықтары мен бостандықтары қорғалып, ұлтаралық келісім және азаматтық қоғам қалыптасты. Елбасының бастамасымен көптеген реформалар жүзеге асты. Соның бірі ішкі істер органдарының жол картасы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жол картасын сапалы іске асыру үшін нақты тапсырмалар берді. Ішкі істер органдарының қызметкерлерін осы тапсырмаларды абыроймен іске асыруға кірісті. Реформа нәтижесінде қылмыстың саны төмендеді, қауіпсіздік деңгейі артты. Соңғы 3 жылда сыбайлас жемқорлықтың қылмысы 43%-ға қысқарды. Қызметкерлердің әлеуметтік жағдайы жақсарды, жалақы көтерілді, үйге компенсация алатындардың саны өсті. Құрметті әріптестер, баршаңызды бүгінгі тұңғыш президент күні мерекесімен құттықтаймын. Отбасыларыңызға береке, қызметтеріңізге табыс тілеймін. Мерекеге орай үлгілі қызметкерлерді марапаттадым. Бұйрық оқылсын. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің бұйрығы қызметтік міндеттерін адал атқарғаны, жұмыста жоғарғы нәтижелерге қол жеткізген үшін мерзімінен бұрын басшы құрамның арналу атақтарын беру полиция подполковнигі Шүлден Ермек Сапыбекұлына. Министр мырза, полиция подполковнигі Шүлден марапатталуы келіп тұр. Қазақстан Республикасының қызметінде. Тұңғыш президент күніне орай Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 14 қызметкері құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медалімен марапатталды. Ішкі істер органдарының үздігі төс белгісі 25 азаматқа тағылды. 80 маманға ішкі істер министрі атынан алғыс хат пен грамота табысталды. Сондай-ақ 67 құқық қорғаушыға алғыс жарияланды. Мереке қарсаңында мерейі өскендердің бірі Назгүл Айтжанова. Қазақстан Республикасына қызмет етеді. 1 желтоқсан тұңғыш президент күнімен ішкі істер министрінің ардагерлерін, қызметкерлерін, олардың отбасыларын шын жүректен құттықтаймын. Осы мереке қарсаңында өзіміздің ішкі істер министрінің қызметкерлері, марапатталып жатқан қызметкерлерді шын жүректен құттықтай отырып, үлкен белестерге жете беруіне тілектеспін. Еңбегімізді елеп, марапаттаған басшыларымызға мың алғыс айтамыз. Мен осы әріптестерімді және өзге де барлық әріптестерімді осы мерекемен құттықтаймын және олардың жұмыстарына табыс, еңбектеріне қажырлы жеңістер тілеймін. Сонымен қатар барлық осы Қазақстан Республикасының азаматтарына осы мерекемен құттықтай отырып, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі берік болсын және мәңгі болсын деп тілегім келеді. Марапаттардан бөлек елбасы күніне орай ішкі істер министрлігінің 202 қызметкерімен қатар аймақтық бөлімдерден 1211 маман марапатқа лайық деп танылды. Артылған жауапкершілікті абыроймен атқарып жүрген тәртіп сақшылары медаль төсбелгі тағып алғыс хаттар алды. Сондай-ақ 46 полицейдің шені бір сатыға өсіп, 28 қызметкер мерзімінен бұрын шенді болды.